Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз жақсы ма? Сіздерге протез жайлы айтып өтейін. Сіздер каналға тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, достарыңызға, ағайын туыстарыңызға жіберіп, осы видеоны тарқатсаңыздар болады. Бұл совет есебінде. Енді айтып өтейін. Мынау екі қалып, бір адамдікі, мынау үсті, мынау асты. Бұған простой протез салайын деп жатырық. Асты үстіне мынау бетіндегі тұрған воск деп аталады. Мынаны воск дейміз. Мынау қалыптан келгеннен кейін, пациенттен қалып алғаннан кейін, бұны құйып алғаннан кейін осындай модель шығады гипстен. Осыны құйып болғаннан кейін, ашқаннан кейін осындай шаблон істейміз. Бұны шаблон деп айтады. Қызыл воскты осылай дайындағанда шаблон дейді. Осыны ертең тістетіп алады. Прикусін біледі яғни. Сосын бұны ары қарай дайындаймыз. Бұл простой протез. Сосын мына протездің мынандай іш жағына, яғни тісі бар торайына іш жағын ертең қалыңдау қылып істеу керек протезді. А то ертең қайттан сынып кетпеу үшін де. Сол үшін қалыңдау қылып істеген дұрыс. Енді мынау екі коронка қапталған. Бұған екі кламер қойсақ та болады, былай қаратып, и мына жағынан әкеліп былай қаратып қойсақ та болады. Кламер қойсақ болады, сымсыз қойсақ та болады бұған. Енді пациенттің қалауымен кламер қойып бер, сым қойып бер десе, сым қойып береміз. Сым керек емес, пластмассаны өзімен қойып берсе, өзімен қойып береміз. Ол пациенттің өзінің қалауы. Бұл простой протез. Бұндай протездерге жаңағында гелевый протез дейді, жұмсақ протез. Олар бұндайға болмайды. Мысалы, мына жағында екі тісі бар. Мына жағында екі тісі болатын болса, жұмсақ протез, жаңағында гелевый протез қоюға болады. И тоже мына жағында сондай. Мына жағында тістер болу керек. Екі жағында. И одан кейін барып гелевый салдырсаңыздар болады. Ал тісі жоқ, вообще 0 болатын болса, оған гелевый уже кетпейді. Мынаған да гелевый кетпейді. Мынау да сол. Бұл басқа бір пациенттікі, үстін ғана істеп жатырық. Бұл қалып осындай болады. Осының сыртынан мынандай жаңағыдай воскпен істейміз. Ал мынау бұл одиночный коронка. Шеткі тісі бар ғой, шетінде тұрған. Соған одиночный коронка қаптаймыз. Бұл соның қалпы. Қалып осындай болады. Сосын вакуумный протез деген болады, вакуумный протез деген. Вакуумный протез, мына простой протезге қарағанда оның материалы жақсы болады. Мықтылау болады материалы. Мыналар сияқты сынып кете бермейді, оңайлықпен сынбайды олар. Сондай салдырсаңыздар да болады негізі. Егер енді әркім жағдай әртүрлі ғой. Біреудің қалтасы көтереді, біреудің қалтасы көтермейді деген сияқты. Лаж болса, сондай салдырғандарыңыз дұрыс негізі. А так, мынау да жаман емес негізі. Аккуратно, әдемілеп істесе болады. Үстіңгісі обязательно жабысады, өйткені таңдай болады мына жерде. Вакуум болады, жабысып қалады. Астыңғы жаққа, егер диоснасы қашпаған болса, астыңғы жаққа, вакуумный протез дедік қой, бөлек. Сол вакуумный протезге жақсы кетеді. Мынандай диоснасы жақсы болу керек. Көрдіңіздер ме? Қапталынан қараңыздар не? Мына диоснасы кішкене шаршаңқырап қалған. Осыны диосна болу керек та, вакуумный протезге. Сол кезде әдемі жабысады. Егер тісі жоқ болса, егер диосналар бет жайылып кеткен, тегістеліп кеткен болса, уже ол жабысу қиын болады. Вакуумный протездің өзінде де жабысу қиын болады.
Достар, сіздерге видеом кішкене берген кеңесім ұнаған болса, тіркеліп кеттіңіздер каналымызға, лайктарыңызды басып қойыңыздар, ағайын туыстарыңызға жіберсеңіздер болады.